Бәріне сәлем, менің атым Бауыржан және бұл Вокаплей арнасы. Арнаға тіркеліп, колокольчик басып, лайк басып, арнаны қолдап отырамыз. Кеттік. Достар, біз Всемайкимен бірігіп қазақстандықтарға арналған интернет-магазинін аштық. vocaplay.всемайкишоп.ру. Онда сіз өзіңіздің киіміңіздің дизайнын жасай аласыз, немесе дайын киімдерді сатып ала аласыздар. Сілтемесі астында. Көп адамдар біреудің өтінішіне немесе бір іске қатысудан бас тартудың өте қиын екенін байқаған шығар. Кейде сені серуендеуге, киноға баруға, бір нәрсе істеп көмектесуге немесе жай ғана телефонмен сөйлескілері келіп кетеді. Бұның бәрін орындау сізге ешқандай қиындықтар тудырмайды, бірақ бұл сізге шынымен де керек пе? Немесе бұл сізден көмек сұрап тұрған адамға шынымен де керек пе? Көп жағдайда бұл сұрақтың жауабы жоқ. Біз көп істі автоматты түрде жасаймыз. Өміріміз аяғына келгенде ондаған жылдар бойы маңызы жоқ істермен айналысқанымызды түсінеміз. Егер сен бір нәрсені жасай алсаң, міндетті түрде жасау керексің деген сөз емес. Бұл видеода неге және қалай жоқ деп айту керектігі туралы айтамын. Өзіне бас тартуға мүмкіндік бер. Адамдар өзгелерге көмектесуге табиғат арқылы бейімделген, бірақ біздің миымызда әртүрлі қате пікірлер бар. Соның әсерінен сіз көмектесудің орнына керісінше қиындықтар тудырасыз. Адамдарға көмектесе отырып, біз ситуацияны одан бетер қиындатамыз. Өзгелерге көмектесуден бас тарта алмайтын адамдар олардың көмегі болмаса жаман болады деп ойлайды. Бірақ бұл барлық жағдайда олай емес. Егер сен балана үй тапсырмасын орындауға бір рет көмектессең, ол рахмет айтады. 3 рет көмектессең заңдылық деп санайды. Ал 10-шы ретте ол сен оған көмектесуге міндетті екенін айтады. Онда оның білім алу процесі қаншалықты дұрыс жүреді? Анасы баласына көмектесемін деп керісінше зұлымдық жасағанын түсінбейді. Кейде көмектесуден бас тарту арқылы адамның дамуына әсер етесіз. Жеке шекара қой. Адамдар егер біреуге көмектесуге мүмкіндіктері болса, көмек қолын созу керек деп санайды. Әйтпесе олар өздерін жаман адамбыз деп ойлап қалады. Бірақ егер бас тартуға нақты себептер болса, біз бас тартқанымыз үшін ұялмаймыз. Мысалы, сені досың кафеге шақырды, бірақ сен бизнес тренингке бару керексің. Бұл жағдайда бас тарту өте оңай болады, және бұдан жағымсыз эмоциялар пайда болмайды. Жеке приоритеттердің болуы өте маңызды. Сен өзің үшін не маңызды емес екенін білгенде, керек істер мен керек емес істерді ажырата бастайсың. Егер сен күнде кешке сурет салумен айналысатын болсаң, сені сол уақытта себепсіз қыдыруға шақыру өте қиын болады. Табысқа жету. Ең алдымен табысқа жеткен адамдардың кім екенін білу керек. Ондай адамдар өз уақыттарын жоғары бағалайды, сондықтан бос уақыттарын өздері үшін маңызды істерге арнайды. Егер ол біреумен қыдыруға шықса, сол адам ол үшін маңызды, ал басқаларға ол өз уақытын құртпайды. Ол адамдардың табысқа жету себебі олар көп заттардан бас тартқан. Оларға кредит ұсынғанда олар бас тартады. 20 жылдан кейін компанияны сатуға ұсыныс жасағанда олар бас тартады. Олардың ішкі түйсігі мықты. Бас тарта білу жеңіске жетудің жалғыз жолы. Өзіне жоқ деп үйрен. Адамдардың өтінішінен бас тарту өзінің қалауынан бас тартуға қарағанда қиынырақ. Арықтау мысалы өте оңай. Жай ғана тәтті булочкадан бас тартып, ұйықтар алдында тамақтанудан бас тарту жеткілікті. Бірақ көп адамдарға осыны істеу үлкен қиындық тудырады. Сондықтан олар артық салмақпен жүруді таңдайды. Өзің үшін маңызды жоқ заттардан бас тартып, орнына маңызды заттар қой. Осылай істеп үйренсең, сен бұны жай ғана айналаңдағы адамдармен қарым-қатынасқа да ауыстыра аласың. Құрмет. Бас тартпайтын адамның істерге басқа істі жоқ. Өзіне іс тап немесе бірнеше істер тап. Біраз уақыттан кейін елдің бәріне көмектесуге сенің уақытың жетпейтінін түсінесің. Адамдар сенің уақытыңды құрметтей бастағанын байқайсың. Сенің уақытыңды тек маңызды істермен ғана алады және тек ең маңызды сұрақтарды ғана қояды. Сенің айналаңа сен сияқты өз уақыты мен өзгелердің уақытын құрметтейтін адамдар пайда бола бастайды. Әдетте ол адамдар табысты адамдардың қатарынан. Енді жоқ деген жауапты жұмсағырақ айтудың тәсілдері туралы айтамын. Мен ойланып көремін. Бұл жауап арқылы сіздің көмегіңізді сұрап тұрған адам өзіне бұл керек па, әлде жоқ па деген сұрақты қоя бастайды. Сондай-ақ бұл жауап сіздің ойлануыңызға уақыт береді. Бұл жауапты қолың тимей жатқанда қолдан. Бас тартуды комплименттен немесе алғыс айтудан баста. Мысалы, саған видео жасауды менен өтініп тұрған үшін рахмет, бірақ менің келесі 1-2 күнде қолым бос емес.
Бұл тәсіл сенің жоқ деген сөзіңді барынша жұмсартады, бірақ сен оны бұдан да артық жұмсартпа. Себебі бұдан да сыпайы болуға тырыссаң, сенің көмектесуден бас тартқаныңды адамдар түсінбеуі мүмкін. Өкінбе. Өзіңнің көмектесуден бас тартқаның үшін өкінбе. Керек емес адамдар өздері сенен алшақтай береді. Ал өз уақыты мен өзгенің уақытын құрметтейтін адамдар түсіністікпен қарайтын болады. Егер видео ұнаса, лайк басып арнаға тіркел. Келесі видеода кездескенше.